Түркістан қаласы Қазыбек би атындағы нөмірі 14-ші жалпы орта мектебінің ұйымдастыруымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңына орналасқан Етна ауылда жаңа форматта тілдік дағдыларды дамыту арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында қалалық семинар болып өтті. Семинарға келген мектептердің ұстаздары жаңа форматта өткізген бұл іс-шараға таңдана қарады. Семинарда Түркістан қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Оразгүл Қолдасова сөз сөйлеп ашты. Тіл дағдыларын қалыптастыру, яғни ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің номері 14-ші Қазыбек би атындағы жалпы орта мектебінің семинарын ұйымдастырып отырмыз. Бұл формат бүгінгі өзімізге қатты ұнап отыр. Себебі оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдердің өзінің ұсыныстары бойынша Етна ауылда өткізіп жатқан жағдайымыз бар. Жалпы адам табиғаттың бір бөлігі болғандықтан табиғатпен байланыста өткізілетін сабақтар осылай болғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі көкжиекті көру, кеңістікте баланың жалпы бүгінгі өзіміздің ұлттық құндылықтарымызға көбірек тоқталып, осының барлығын Етна ауылда көрсеткеніміздің әсері мол болады деген ойдамыз. Себебі бұл жерде ағылшын тілі пәніне байланысты жалпы балалардың үш тілділікті меңгеруі, игеруі, өз тіліңді білу, бұл бірлік болатын болса, өзге тілдерді білу, ол тіршілік деп айтар едім. Қарым-қатынаста жалпы өзіміздің ұлт дәстүрлерімізді ары қарай жалғастырып көрсетуде өзге тілдің, ағылшын тілінің бүгінгі таңдағы қазір өзіміз көрсетіп отырған маңызы өте жоғары. Қазіргі өздеріңіз көріп отырғандай балалар қазақ тілінде таза сөйлесе, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де өздерінің білім деңгейлерін көрсетіп отырған жағдайы бар. Бұл деген сөз біздің балалардың бүгінгі таңда әлемдік деңгейдегі жаңағы алған білімдерін көрсете алып, аттестаттарының ертеңгі қолдарына алатын дипломдарының иесі әлемдік деңгейде жарауына, әлемдік деңгейде бұлардың өздерін дәлелдеуіне қажетті қатаң есепте құжаттың иесі болуына үлкен бір мүмкіндік деп айтар едім. Жалпы балалардың ішіндегі мен кім боламын, бүгінгі таңда мен кіммін, сабырлық дегеніміз не, салауаттылық дегеніміз не, осындай тәрбиелік маңызы өте жоғары. Оның ішінде тағы да тиімді тамақтану. Бүгінгі балаларда көбінесе мынау интернет жүйесінде көп отырып қозғалыс өте аз болып жатыр. Осының барлығында балалардың өздері айтып, бүгінгі ситуациялардың қалай шығып жатқандары, бос уақыттарын қалай пайдаланып жатқан жайында көрсетіп отыр. Номер 14-ші Қазыбек би атындағы жалпы орта мектептің өзінде бүгінгі таңда біздің мектептерде 3 ауысымға кетіп жатқан мектептердің саны 4 болатын болса, сол мектептің бірі осы Қазыбек би атындағы мектеп. Бұл жерде 250 балаға арналған мектепте бүгінгі таңда 780 бала білім алып жатқан жағдайы бар. Дегенмен де осы кішкентай ғана мектепте 27 ғылыми жоба қорғалып отыр. Сол 27 ғылыми жобаның 5-еуі ағылшын тілінен бүгінгі таңда Етна ауылда көрсетілді. Етна ауылда ашық форматта өтті. Жалпы Түркістан қаласының тұрғындары, қала тұрғындары барлығы тамашалап, өз сұрақтарын қойып, балалар мен ата-аналардың арасында, мұғалімдердің арасында тығыз байланыс болды. Етна ауылға кіреберіс бөлігінде көк-жасыл алаңға оқушылардың қылқаламынан туындаған қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылыпты. Екінші алаңшада телеэкран арқылы көрсетілген анимациялық балалар фильміне мектеп оқушылары тікелей ағылшын тілінде аударма дубляжын ұйымдастырыпты. Аударманы көркем етіп тәржімалдаған фильм авторлары да жеке-жеке өздерін таныстырып шықты. Әрине жансыз құршаққа жан бітіріп, оны сөйлету мектеп баласы үшін үлкен актерлік шеберлік. Бұл іс-шараға біз мектептегі 2 аға буын және төменгі буыннан 2 сынып оқушыларын арнайы алып келіп отырмыз. Бұл жерде ағылшын тілі пән бірлестігінің ұйымдастырған жобалары туралы. Яғни бұл жерде Puppet Show, Modern Fables, Redix, Speaking Club сияқты жобалар жұмыс жасауда. 5 жобамен жұмыс жасап, балалардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, тіл үйрену деген ерекшеліктерді үйретудегі пән мұғалімдерінің көпшілікпен бөлісіп, әріптестерімізбен осы тәжірибемізбен бөлісіп, балаларға табиғат аясында таза ауада ерекше форматта жұмыс жасап үйлестіріп жатырған жайымыз бар. Біздің мектеп қаладағы 3 ауысымда оқитын бірден-бір мектеп, өте шағын ыңғайластырылып салынған 2001 жылы. Бүгінгі
бүгінгі таңда 70-тен астам ұстаз еңбек етеді. Мектебіміздің ерекшелігі 27 жоба жұмыс жасаймыз жоба бойынша. Ол жобаларының беріп келатқан нәтижелі жемістері де ауыз толтырып айтарлық десек болады. Мәселен, оқуға құштар мектеп жобасын оқушылар және мұғалімдер арасында ұйымдастырып өткізіп жатырмыз. Биыл 2-ші жыл қарқынды жұмыс жасап жатқанымыз бұл жобамен. Алғашқы жобада республика деңгейінде өткен ең көп кітап оқитын мектеп жобасында үздік 30 мектептің республика деңгейінде қатарынан табылдық. Мұғалімдермен буктадинг, буккроссинг, буктрейлер сияқты түрлі бағыттағы жоба ұйымдастырып, міне соның нәтижесінде жеңімпаз сыныптарымыз арнайы оқушылармен де ұйымдастырылды. Биыл енді бұл оқуға құштар мектеп жобасын ата-аналармен бірге ұйымдастырып жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Және қала мектептерінен тағы бір ерекшелігі, бізде Парасат ата-аналар институты жұмыс жасайды. Міне осы ата-аналар институты 6 кафедрадан тұрады. Онда Бәйтерек деген әкелер мектебі, Гаухар деген аналар мектебі, Өнеге аталар мектебі, Зере әжелер мектебі, Сырлы жеңгелер мектебі, Қамқор ағалар мектебі жұмыс жасайды. Бұл 6 жобадағы жетекшілер де өзіміздің мектептен зейнеткерлікке шыққан ұстаздарымыз, аталар мен әжелер мектебіне жетекшілік жасайтын, әкелер мен аналар мектебінде жұмыс жасайтындар өзіміздің мектеп ұжымының ұстаздары, ағалар мен жеңгелер мектебінің жетекшілері, мектебіміздің түлектері және олардың жұбайлары. Міне осылай ата-аналармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Мейірім шуақ жобасы бар, қамқоршылық кеңесімен арнайы ұйымдастырылған. Сонымен бірге бастауыш сыныптардың IQ қосу IQ тең М жобасы. Бұл бастауыш сынып оқушыларын Пирлес халықаралық зерттеуіне дайындауға арналған жоба арнайы, және бастауыш сыныптардың заманауи ертегілер жобасы бар. Қазіргі таңда ол ата-аналар мен әжелердің ертегі айту дәстүрін жалғастыру мақсатында жұмыс жасап келе жатырмыз. Жұлдызды отбасы жобасы бар бізде. Сонымен бірге тағы да мектебімізде бастауыш сыныпта Зерек және жоғары сыныпта Тұран шұғыласы деген 2 газетіміз, мектепшілік газетіміз бар. Олармен өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісі және аға тәлімгеріміз Жұмабаев Қанат жұмыс жасайды. Тағы ерекше бір айта кететін жайт, бізде мектебімізде акті залы жоқ болса да, биыл 11-ші рет қатарынан Түркістан қаласындағы оқушылардың арасында өтетін өнер фестивалі бәйгесінің бас бәйгесін, яғни үздік бәйгесін алып отырмыз. 10 жыл қатарынан бас жүлдесін жеңіп алсақ, биыл енді бас жүлдеден де жоғары үздік жүлдені жеңіп алып отырмыз. Міне бұның барлығы осы мектеп ұжымындағы ұстаздардың аянбай, талмай еткен еңбегінің нәтижесі. Бұған арнайы тәрбиесінің орынбасарлары Ақжарқын және Мерует ұстаздарымыздың ерекше еңбегін атап өтуге болады. Бұл фестивальда себебі акті залы жоқ болса да, осында бастауыш сынып мұғалімі, математика пәнінің мұғалімі демейді, арнайы хореографымыз жоқ, тек бір ғана музыка пәнінің мұғалімі бар бізде, бірақ барлық ұстаздар орыс тілі демейміз, жұмыла кірісіп, дене тәрбиесі мұғалімі бар. Барлық өнер фестивалінің ешқандай бөлімі қалыс қалмайды. Гимнастикасы бар, цирк өнері бар, фантомимасы бар. Міне соның барлығы ұстаздардың еткен еңбегінің арқасында биыл тағы да бір бас жүлденің үздік жүлдесін жеңіп алған жағдайымыз бар. Және математикада бізде арнайы IQ дода деген жоба жұмыс жасайды. Жобаның нәтижесі жемісті болды, себебі 10-ші сыныптың оқушысы былтыр біздің қаладағы оқушылар арасында өткен пәндік олимпиаданың бірінші орнын жеңіп алса, талап жобасында ең бірінші жаңағы физика пәнінің оқушысының жүлдегер болуына себепкер болды. Биылғы енді келесі бір оқушымыз жақында болатын республикалық 4 күні ертең болатын олимпиадаға да үлкен қызу дайындық үстінде. Бұл жобалар тағы да ақылман жобасы бар тарихтан, геолокация деген бар география пәнінен, биобатл жобасы бар. Сонымен қоса бізде жас мұғалімдердің квест жобасы да жақсы қолға алынған. Ал енді бүгінгі мынау ағылшын тілі пән бірлестігінің өзінің 5 жобасы бар. Бұл жобаны балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес Speaking Club жобасымен бірге жұмыс жүргізіп келатырмыз. Folktale айтып отырмыз, Modern Fables жобасы әр балалардың жас ерекшеліктеріне лайықты жүргізіледі. Speaking Club жобасының нәтижесі ауыз толтырып айтарлық. Арнайы Америка құрама штатының өткізетін байқауынан 2 жыл тегін тіл үйрену 6 оқушымыз сертификатына ие болып жатыр. Міне мектебіміздің ауыз толтырып айтатын, мақтанышпен айтатын осындай жетістіктері бар. Мектеп басшысының айтуына қарағанда ағылшын тіліндегі бірлестік
6 жобамен жұмыс жасайтын көрінеді. Әр бағдарламаның өзіндік ерекшелігі бар. Оқушы бағдарламаны да ағылшын тілінде жетік меңгеріп, бұл тілде еркін сөйлейді екен. Оқушының сөйлеу дағдысы, тілге деген қызығушылығы күннен күнге арта түсуде. Ал ағылшын тілінде тіліне тілі тимей сөйлеген Сабира қыз келешекте ағылшын тілін сөйлеу үшін стюардесса болуды армандайды екен. Жалпы бүгінгі біздің ағылшын тілінде өтіп жатқан семинарымызда Redux жобасын қорғаған болатынмын. Бұл проект біздің мұғалімдердің және жеке біздің елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жобасы болатын. Осы жобаны қолға алу мақсатында біздің мектепте осы бір жобаны оқушылар арасында дәріптеу, яғни балалардың кітап оқуын жиілету туралы осындай бір жоба ұйымдастырылған болатын. Redux жобасы жалпы кітапты дәстүрлі түрден кәдімгі заманауи түрге ауыстыру бағдарламасы болатын. Redux is an active platform for the listeners, students, pupils and also school teachers. Біз осы жобаны белгілі тарапта осы кітаптарды онлайн түрде оқу арқылы барлық оқушыларға тиімді және қолжетімді болу үшін жасаған болатынбыз. Оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттырдық және осы семинарда барша ағылшын тілі мұғалімдеріне таныстырып шықтық. Біздің мектебімізде жалпы ағылшын тілінде өтілетін спикинг клубтар бар. Бұл спикинг клубтарда біздің ағылшын тілінде сөйлегісі келетін және ағылшын тілін таңдайтын барлық оқушылар қатыса алады. Ағылшын тілінде сөйлесіп, өзіміздің барлық we can improve our English skills, speaking skills, listening skills, also writing, reading skills. And of course, our teachers can prepare us for the IELTS test because of these reasons. Thanks for attention. Көп рахмет. Семинар қорытындыланып, бетіне ауылда тігілген 6 қанат ақшаңқай киіз үйде ұстаздар өз ойларын бүкпесіз ортаға салды. Түрлі жобаларды жүзеге асыру туралы әріптестері ағылшын тілінде сұрақтар қойды. Семинар барысында ойларын дөп басқан сауалдарға мектеп ұстаздары қазақ және ағылшын тілінде жауап берді. Бүгінгі қалалық семинар өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Басқаша форматта, яғни осылай табиғат аясында өзгеше болды. Балалардың сөйлеу мәнерлері барлығы жақсы, түсінетін. Тағы да көптеген осындай форматта да өткізуге болады екен деген ойда қалдық өзіміз. Яғни әртүрлі кітапханаларда немесе басқа музейлерде де өткізсек болады екен семинар деген. Тек қана мектепте шектеліп қалмай, осындай нәрселерге де ұйымдастырсақ болады. How do you think what's the connection between this thing and the English language? Мына біздің ағылшын тілі пәніне қандай қатысы бар деп ойлайсыз? Өзіңіздің логикаңызбен, сыни ойлауыңызбен. Міне, бірінші зат, мынау екінші зат, және мынау үшінші зат. Бізде микроскоп. Қазақша айта беріңіз, міндетті емес. Қандай так? Айна, кіл және лупа, былайша айтқанда. Бұл микроскопты біз ағылшын тіліне байланысты айту керек қой, иә. Мен былай айтқым келеді. Бұл нәрсені әлемдік деңгейде барлық нәрсені өз көз қарасымызбен майдан нәрселерді үлкен қып өз деңгейімізде білу арқылы, өз білімімізді дамыту, мұғалім болғасын, кез келген оқушыны қандай қабілеті бар екенін анықтай білуіміз керек деп ойлаймын да. Кішкентай болса да оны біз өз көзімізбен дереу осы үлкейткіш сияқты тез көре білуіміз керек деп ойлаймын. Керемет. Ал айна не үшін? Айна бұл біздің бет бейнеміз. Біз оқушыларымыз қалай кез келген мұғалім басқа пәннің мұғалімі болсын кіріп келсе, біздің қандай екенімізді, мұғалім қандай білім беріп жатқанын бізден емес, оны сол жерде келіп, сен 180 градусқа басқа мұғалім болып ауысқаныңмен де сенің оқушыларыңнан білуге болады деп ойлаймын. Өте керемет. Міне, ал енді кілт. Бұл кілт тек білімнің кілті деп ойлаймын. Білімнің кілті. Барлық жағдайда да осы кілт сияқты тек жақсы нәрселерге ашылуын қалаймын негізі кілттің. Білімге құштар оқушылардың кілті болсын деп. Өте жақсы. Біз қалаған, біз күткен жауап дәл осы. Сіздер де біздің қаламызда мықты, маңдайалды
тіл мамандары, нағыз ұстаздар барда біздің қаламыз биіктен көрінетіне біздің күмәніміз жоқ, шүбәміз де жоқ. Үлкен рахмет сізге. Семинарға келген барлық ұстаздар қатысқан пәндік сабақтары туралы түрлі ойларын айтып, ізгі ниеттерін білдіріп жатты. Жалпы жаңа формат Этно ауылда өткен іс-шара барлық ұстаздарға ұнады. Ойы сергек, ағылшын тілінде кері байланысқа шыққан оқушылар да өзінің еркін ұстады. Тілі төселген тілдік дағдыларға терең мән беріп, ерекше жауап берген оқушылардың оқуға, кітапқа, тілге деген қызығушылығы басым екені байқалып тұр. Ұлттық нақышта ерекше тігілген киіз үйдің іші қазақи ой өрнекпен көмкеріліп, әдемі безендіріліпті. Сабақ өту стилі тым ерекше. Ұлы даланың жеті қырымен сипатталыпты. Осы жеті қазынаны мектебімізге миссия етіп алдық. Ондағы мақсатымыз балалардың білімі мен білігі кітаптай терең болса, зейіні мен зердесі тазыдай алғыр болса, тілі мен тілегі қырандай ұшқыр болса, саулығы мен сауаты мылтықтай мықты болса, достығы мен дәстүрі қақпандай берік болса деген өзімізде мақсат миссия болды. Міне осы миссия көлемінде біз 2 жылдан астам ерекше жобалармен жұмыс жасап келе жатырмыз. Жаңа өздеріңізге айтқам 27 жобамыз бар. Оның ішінде рухани дәстүрімізді дамытатын, дарытатын, жалғастыратын ақылды бейсенбі, жұмадағы жүздесу, ұстаздармен бірге сәрсенбінің сәтінде деген жобаны қазір біз 6 күн оқитын болғандықтан сенбілік таң жобасымен ұштастырып ары қарай жалғастырудамыз. Жұлдызды отбасы жобалары бар. Соның ішінде 5 бірдей жобамызды осы 5 бірдей ұстазымыз алып келе жатқан ағылшын тілі жобасы бар. Яғни балаға қайтсек біз сол тілдік дағдыны дамытамыз, олардың бойына пәнге деген қызығушылықты оятамыз, ол пәнге деген алған білімдерін ары қарай өмірлік функционалдық сауаттылығына қажетті етіп пайдалана алатын дәрежеге жеткізе аламыз деген мақсатта болғандықтан барынша қызықтырып, тапсырманы беріп жаттатып үйреткеннен гөрі оның есінде мәңгі сақталып қалатындай. Жаңағы қуыршақтарды өздері киіндіру арқылы балалар әр қайсы өзінің қалаған киімдерін, мейлі ол басқа дүние болсын, ақ көйлек болсын, көк көйлек болсын, түсін, түрін талғаммен жасайды. Ер балалармен жағы, оның да сөмкесі болады, басқа кітабы болады деген сияқты. Мысықты да бағана айттық, тек қана етікпен емес, ол мүмкін кроссовкамен, мүмкін туфлимен, босоножкамен жүретін мысық болуы мүмкін, көк костюм кию мүмкін, жемістің түрлі-түрлісі ағашта өсетін. Міне солардың барлығын бала өзінің көзімен көргенде ғана олардың бойында мәңгілік қалады. Олардың тілдік дағдысы қалыптасады, пәнге қызығушылығы оянады, артады. Және олар сахнада өздерінің жасаған ойындары арқылы сол кейіпкерлерінің бойында жүріп, нағыз мысалы біздің Гаухарымыз магистрі қызымыз 4-ші сыныпқа дейін бастауыш сыныпта сабақ береді. Ол оқитын топта, оқытатын топта сөйлемейтін бала қалмайды. Соншалықты пәнге қызығатындығы соншалықты жобасын. Динараның оқушыларында мысалы барлық қаладағы 3 тілді білемін байқауының жеңімпаздары, тілдіктің. Ақмаралда өзіміздің мектепте жаңа айтып жатсыздар жобасын жаңадан жүзеге асырып келе жатыр. Айжанды өздеріңіз білетін шығарсыздар, бүкіл қала өздеріңіздің барлық олимпиаданың жюриі болып, жаңағы Speaking Club жобасында ең ұзақ жасап келе жатқан жобамыз осы. 2 жылдан бері нәтижесі Америка қаласында арнайы өтілетін тілдік дағдыны. Сол неден 6 оқушысы жеңімпаз болып 2 жыл тегін тілді үйреніп жатыр қазір. Сол жаңағы Сабрина соның алғашқы несі, Рыспиба биыл бізге жұмысқа келді. Соның өзінде келе салысымен қатардан қалмай жаңа бір жоба қосыпты. Енді қуыршақты сөйлету ол оңай дүние емес. Ол мысалы білесіздер, сахнаның сыртындағы дүниелер деген болады, сахнадағы деген дүниелер болады. Сахнада тұрған дүние көзге тез көрінеді, барлық оны қол шапалақтап жүрекпен қабылдайды. Сыртындағы дүние ол өте ауыр, өте жауапкершілігі көп дүние. Барынша сіздерге тырысып, бүгінгі күнгі ерекше бізге уақыттарыңыз бөліп алып келген кезде бір тың дүние алып кетсе, өздеріне қажет дүние алса, бізден үйренері болса, бізге үйретері болса деп барымызды салып сіздерге көрсетуге тырыстық. Ерекше форматта ұйымдастыруға тырыстық. Мектебіміздің жай-күйін бағана сіздерге алдын ала ескертіп айтып жатырмыз. Яғни бұл жерге сонша баланы 2 сыныпта алып келу және оларды шығарып салу, барлық дүниені сіздерге көрсетуге тырысу деген ол оңай дүние емес. Барлығына түсіністікпен қарап, менің өзімнің бір принципім бар.
Көзің әсем болсын десең, айналадағы тек жақсыны көр деп. Үйренгісі келетін адам тек жақсы нәрсені іздеп көріп, содан жақсы нәрсе алып кетеді. Кез келген жерге барғанда, кәдімгі баяғы өзіміздікідей деген сөйлемді мен қабылдай алмаймын. Жақсы нәрсе, мынандай дүние бар екен деген нәрсе болса. Мың жерден қанша семинарға, курсқа барған кезде сіз өміріңізге қажетті бірақ сөйлем алып кетуіңіз мүмкін, бірақ ол сіздің өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Яғни өзіңіздің мамандыққа деген сүйіспеншілігіңізді арттырып, балаға деген бір махаббатыңызды оятып, мейіріміңізді арттырып, алдыңыздағы отырған балаға өзіңіздің перзентіңізге, ұлыңызға, қызыңызға беріп жатқандай білім берсеңіз, сүйсініп, сіздің де ұрпаққа сондай ұстаз кездесері хақ дүние. Яғни сіз беріп жатқан білімді бір жерде сіз секілді ұстаз жан дүниесімен баласын оқытып жатыр деп сезініңіз. Менің балам. Яғни оқытып жатқан кезде соны жан тәніңізбен үйретсеңіз, сіздің де балаңыз сол пәнді, сол сіздің беріп жатқан тақырыбыңызды ерекше меңгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан біз сіздерге барынша қолымыздан келгенше, мүмкіндігімізше сәйкес бүгінгі семинарды осындай форматта ұйымдастырып жатырмыз. And first of all, thank you for you and for my teachers, because they can do their best for showing their knowledge, for showing their children, and to show us their work. And I think that their work was great for the teachers of English language, because here you are sitting, you are wanting to know something from English language, yes? That is why you are sitting here, you are listening, you are having feedback. That is why we here. Енді Жақсыгүл апай жаңа өте жақсы айтты ғой. Бұл кісі қазақ тілінің маманы. Мен енді ағылшын болғасын жаңа ағылшынша неғып кеттім, қазақша әбден айтатын сөздердің бәрін айтты. Енді бізге бүгін қонаққа 7 күн республикалық телеарнасы және газет журналының баспасының редакторы келіп отыр. Осы кісілер біздің қала көлеміндегі болып атқан іс-шаралардың бәріне өздері біздің қандай мұғалімдеріміздің бар екен, осы керемет озық мұғалімдердің іс-тәжірибесін тарқату мақсатында жұмыс жасап атқанды, шынайы қандай жұмыстың болып атқанын көріп, мына басқа жақтарға, басқа республиканың жан-жағына дәріптеу мақсатында келіп отқан кісілер. Бұл кісілер бізді басқаларға таныстырады. Басқаларды біз осы кісілердің газет журналдары арқасында біз танысып отырамыз, бөлісіп отырамыз. Себеп, Асекең айтқандай, біздің тіршілігіміздің бәрі суға сіңген дейді. Біз өткіземіз, сабағымызды өткіземіз, тағы да басқа мәселені өткіземіз да, бірақ соны іш айқа жарияламаймыз, мақтанбаймыз, мынандайды өткіздік ау деген сияқты мәселені айтпаймыз ғой. Ал бірақ осы кісілер осыны мына қаламның ұшында қалдырады. Және мына қазіргі біздің технологияның дамыған кезі ғой, YouTube каналында, басқа Facebook каналдарында, басқа жариялымдарда, ақпараттық жүйелерінде көрсетіп жатыр. Соған біз қазір бетбұрыс жасап жатырмыз ғой, себеп тез мына ақпараттық жүйелер арқылы тез жан-жаққа жарияланып жатыр да. Бұны көпшілік көреді. Көпшілік айтады, я біздің Түркістанда жаңғыз керемет ағылшын пәні мұғалімі, керемет басшысы Жақсыгүл апайдың сияқты бар екенін біліп отырып, және Түркістанда қандай жұмыстың жүргізіліп жатқанын көріп отырады. Ол бір жағынан мақтан ретінде айтамыз, ал бір жағынан былай қарасақ, мұғалімнің мәртебесін көтеру, істеп жатқан іс тәжірибесін көтеру, көрсету. Ішіне ағылшын тілін қосып қойған. Неге деп ойлайсыздар? Неге оқу сауаттылығына қосты? Значит, біздің оқушыларымыз 4 дағды, тілдік дағдылар деп жатырмыз ғой. 4 дағдыны жақсы меңгеру керек деген сөз. Оның ішінде оқылым бар, оқылымды түсініп керек, түсініп болып ана сұрақтарға жауап беру керек. Міне осының бәрі сол модада бар. Ол мода 9-шы класс деп айтпайық, ұбытымыз бар, ұбытыда ағылшын тілі пәнін таңдаған оқушыларымыз бар. Олар жоғары деңгейден өздерін көрсету керек. Кім арқылы көрсетеді? Сіздер арқылы көрсетеді. Сіздер арқылы біз әдістемелік көмекті жақсы бердік деп біз марқайып отырамыз. Ал енді марқайтамын, көбейтемін, жұмыстың бәрін біз салмақты қыламыз дейсен болсаңыздар, алға сәттілік сіздерге тілеймін. Келе жатқан жаңа биыл енді май айында осы ең соңғы семинарымыз, бірақ мен ойлаймын, алдағы келе жатқан жылда өздеріңізге мақсат қойып, өздеріңіздің дарынды балдарыңызды, одан қала берсе, біз айтамыз ғой, 5 саусақ бірдей емес, дарынды баланың қатарында төмен деңгейдегі оқушыларымыз бар. Оларды алға алып шығу. Аманашвили айтқан,
ешқандай бала жаман емес. Бәрі бала солнечный, то есть күн шуағымен туылған балдар деп айтылады. Біз сол күн шуағымен туылған балдарға әбден ықпал жасап, жұмыс жасауға алға тартуымыз керекпіз. Оны істейтін сіздерсіз. Педагог деген аттың өзі баланы алып жүру деген сөз. Міне сондай болыңыздар. Сіздерге тілейтінім осы. Жақсылық, әрқайсыңыздың отбасыларыңызда тыныштық, аманшылық болсын, еліміз аман болсын, тыныш болсын. Қазіргі заманда әртүрлі жағдай болып жатқанда, Facebook жақсы, мынандай жақсы жариялап жатқанда, бірақ жаман, біз жаман жағдайларды естіп жатқан кезде. Сондай жаман жағдайлар бізде жоқ болсын, жақсы, керемет ұстаздарымыз, жақсы оқушыларымыз әрдайым мына жеті қырды айтқандай, біздің қазақтың салт дәстүрі ұмытылмай, соны алға тартып, өзімізді жетелеп жүрсек, ешқашан жаман болмаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Қорытынды соңында келген қонақтар Каспий карточка алып, оның артына ізгі тілектерін жазып, карточканы банкоматқа салып, артынан берген сыйлықтарын алады екен. Осылай жаңаша ұстаздардың жаңа жобасы көп болсын, жаңалығы таусылмасын дегіміз келеді.